осы күні қазіргі жастарды түсінбейсің деп бала шағасына бір барынша еркіндік берген ата ананы да кезіктіруге болады. Әрине енді бір еркіндікті де бір жаман нәрсе, түбегейлі дұрыс емес деп айта алмаймыз. Бірақ бала шағаңыз сіздің әулеттің өзіндік дәстүрлерінен, қазақы құндылықтардан бойын аулақ ұстайтын бір биологиялық бейтаныс бір өскінге айналып кетіп жүрмесе болғаны. Егер сіздің ұлыңыз ер жетіп, қызыңыз бой жетіп қалғандай болса, қазіргі жастар басқаша дейтін бір қателікті қайталамаңыз. Біздікі жастарды түсінбегендік емес, керісінше баламыздың не қызымыздың тәрбиесіне кәдімгідей кірісіп, уақыт бөліп, жүйке жұмсақысы келмеген өзіміздің еріншектігімізден ғой. Әйтпесе түсінбейтін ештеңе де жоқ. Білгенін істеп бой жеткен қыз, бетімен жүріп бұғанасы қатып кеткен баладан ертең не сұрағандаймыз. Қылығы бұзылып қызыңыз отыруы мүмкін, Құдай сақтасын. Бір қабырғаның арғы бетінде бөтен біреудей боп, серейіп сотқа шұқылап балаңыз жатуы мүмкін. Бәрі де титтей кезінен тәрбиесіне құлықсыздық танытқанымыздан, арнайы уақыт бөлу керек кезде өзіміздің жалқауланғанымыздан. Не ектік, негіз соны ұрамыз ғой. Қызыңыздың бой жетуінен, ұлыңыздың ер жетуінен жылдам ештеңе жоқ қой деймін осы күні. Сан соғып, өкініп, кешігіп қалмайықшы.